Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін құрамында 2 ғана зат болатын салатты жасаймыз. Бұл салат шалғаммен және қиярмен жасалады. Бұл салатты барлығы жақсы көреді деп ойлаймын. Менің ең сүйікті салатымның бірі. Ең алдымен қиярымызды турап аламыз, өзіңізге ұнайтын фигурада турап алсаңыз болады. Кейін шалғамымызды жуып, тазалап, оны да майдалап тураймыз. Ал енді турап болғаннан кейін барлығын үлкен ыдысқа салып, укроп, петрушка және көк пияз қоссаңыздар болады. Менде қатырылған укроп пен петрушка менің YouTube каналымда бар, және қатырылған көк пияз. Ол да менің YouTube каналымда бар. Барлығын қосып, майонез қосып, татымына қарай тұз қосамыз, араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Міне әп-сәтте салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.